жастық қайта келмейді екі оралып шырқа тамақ қарлыққан жілік талып кетпесін өмірі қайран жағасында алдында жол жата созылып бір белдассаң енді бірі қосылып ит білеме жығылып сүрініп жүріп келем көріп келем таң алатын түті жоқ бойымда жігерім жетер қанатым көп көңіл тоқ соғып тұрған жүрегімнің лүпілі кеудемді тез тығады күні сол сезді мені көкке алып ұшатын түрі бар ойланамын күтілі екпетімнен кеп түссем қара жерім мені көтеруге құқылы мына қараңдар мына жері құтырды жайнап жадырашы жағым дән салып жастық қайта келмейді деп оралып шырқа тамақ қарлыққан жілік талып кетпесін өмірі қайран Қандай көңіл күйде отырсың дәл қазір? Көңіл күйім жақсы, тұрақты. Енді мейірбанмен осы жарыста жұптасып бірге ән айтып жатқаныма қатты қуаныштамын. Ағасы бардың жағасы бар, інісі бардың тынысы бар дейді. Қашанда бір-біріне ұстас болып биік белестерден көріне беріңдер дегім келеді. Рахмет. Жарайды, мейірбан алға. Жарайсың бауыр. жүрмеймін өмірдің өртенетін күйседе қолым ұстап қайта жақтым жайнап жадырашы жағым дән салып жастық қайта келмейді екі оралып шырқа тамақ қарлыққан жілік талып кетпесін өмірім қайран Ал енді жарысымыздың заңдылығы бойынша әрине сөз кезегі арамызда отырған тәлімгерлерімізде. Әуелгі сөз кезегін Отанбек аға сізге бергім кеп тұр тағы да. Ең алдымен Ерсін, Аюп Ағалек Ерсін, дайындалған екенсің, жақсы, бірақ кішкене шығарма саған кішкене біраз көптік дайындалмадықтан бекен деп ойлап отырмын мен. Ау әніңді бұл жаңа шығарма ма орындап отқаның? Бұрыннан айтып жүрген шығармалар ма жоқ? Негіз жаңа десек те болады, енді көп орындалмаған ән. Негіз өзіміздің ауылдың әні. Бәсе, кішкене кейбір ноталардан несен болып тұр. Жақсы, еңбектенгенің көрініп тұр. Жақсы дайындалып келген, дайындығы жақсы. Оның үстіне қарсыласыңда бірегей біздің мейірбан дұрыс, бәр жалпы шығарманың құрылымы, бас аяғы, қалай өңдеп айту бәрі дұрыс. Бір ғана талап. Дыбыстың тербелісін біраз контрол қылсаң. Ән айтқанда. Ол өйткені болашақта өмірде өзіңе көп қажет нәрсе болады. Әр адамның өзінің дыбыс тербелісі болады ғой. Өйткені ол чектен асып кетсе, адамға кері әсер береді ол. Дыбыстың тербелісі. Бәрі қалыпта болу керек. Бірақ басқа жағы бәрі дұрыс. Өзің түсінігің бойынша, өзіңнің ойың бойынша айтып тұрсың, ана бәрі жақсы, бәрі дұрыс. Мен осы сахнаны ары қарай
мейірбан жалғастырса деймін. Көптен көп рахмет. Ал Бекеш аға. Ерсін әнді жақсы айтты. Арасында бір қателесіп барып тез өзің неғып кеттің. Ол сенің техникаңда, сахнада өзің ұстауыңды білінген жоқ. Жалпы дауысыңды тежеуің, шарықтау шегіне баруың, төменге түсуің бәрі жақсы. Сондай әдемі орындадың. Ал енді кімге өзіміздің мейірбанға келсек, орындап тұрған шығармасы үлкен шығарма. Композиция дейміз бұны. Композиция. Оның ішінде өзінің рэп бөлімі бар, баяндау бөлімі бар, шарықтау, рок бөлімі бар, одан қайта жию бөлімі бар. Бәрі толық. Жаңағы Отанбектің пікіріне мен қосылам. Сол вибраттыны кішкене тежеу керек те. Ананы қатты, вибраттыны қатты жіберсең, басқа бір дауыс шық қалады да, жаман дауыс. Соны кішкене тежесең, тіпті күшті болар еді. Бірақ және сонда да мейірбан бүгін ырықты орында тұр. Көптен көп рахмет. Ал Қазкен аға, сізде қандай тың ойлар бар? Кім ерсін, дауысың тәтті. Мына шығарма да жақсы шығарма екен. Сен сондай тамаша орындап келе жатқансың. Сосын жоғары дыбысқа келген кез біраз қиналдың. Мына күре тамырларында шыға бастады. Бәлкім мына саған сәл жоғары болып кетті ма, жоқ сен демалысың дұрыс емес па, бірақ сенің дауысың тәтті, жақсы екен, тамаша екен. Мен дауысың сондай жақсы көріп қалдым. Ал енді мейірбан айтсам, мен өзім рокты жақсы көрем. Мен де рапты да жақсы көрем, латинді да жақсы көрем. Бүгін мейірбан бауырымыз сондай тамаша бұл әнді ерекше бір шеберлікпен өз музыкант болғандығы үшін осындай жақсы мынаны әдемі аранжировкасында орындау шеберлігі бәрі де жақсы. Жаңағы екі тәлімгер айтқандай, ана дыбыс тербелісін өзі де бірталай гүрілдеп кетті. Соны тежеу керек. Амал бар, тіпті бұдан да тәтті болу керек. Ал енді сахнада ары қарай жалғастырса да ойласаңыздар, менің көзқарасымда тағы да оқшаш, мейірбан болсын. Көптен көп рахмет. Мінекей үш тәлімгердің құнды пікірін тыңдадық. Бірақ соңғы шешім Гүлнұр әпке өзіңізде. Әрине бір кемшілік болды барлықтарында да. Мейірбанда негіз уақыт болмады. Мейірбан жақсы айттың. Жарайды. Жаңа Отанбек аға айтты, кейбір дыбыстарға мән беру керек. Оны мен де айтамын саған. Әлде үйренуіміз керек, әлде өнер шыңына шығу үшін талай белестерден өтесіңдер. Ерсінге келсек, Ерсін өзі тырысшаң бала. Алтай бұршында тұрады, кәсібі ән болмаса да, музыкаға өте қызығуы өте тамаша. Ән ізденуі, негізі жақсы орындадың. Әрине мейірбанмен түсу кешеден бері сәл ауыр келді. Бөлген кезде мына қазалар алқасы солай бөліпті. Сонымен өзі естігеннен кейін көңіл күйден кетіп қалды бұл бала. Енді оңай келмейді, шындығы керек. Енді мейірбанды енді халық білет, жастар көп білет бұл баланы. Көп шығып жүрген болғаннан кейін мейірбанмен түсу бұған сәл ауыр келді. Басым болды. Сонымен шындығы керек, сахнаға шыққанда да біраз кеше біз осы жерде машық алып бардық, сол кезде де жақсы ашыла алмады. Оны қойып маған да ауыр келді. Бұл баланың дауысы өзі қоңырқай, бір әдемі дыбысы бар еді. Негізі алдыға әлде жетелейтін бала негізі бұл баланы. Мен әлде бұны жетелеймін деп ойлағам. Оған мейірбанмен тең келгенде маған да ауыр келді. Екеуі де жақсы өздерінің жеке стильдері бар. Солай болса да, осы сахнада сөзсіз біреу қалу керек. Дұрыс айтасыз. Сіздің соңғы шешіміңіз? Мейірбан.